Саламатсыздарбы, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің қазақ тіл пәні бойынша өтетін лексикалық тақырыбымыз менің мамандығым, грамматикалық тақырыбымыз зат есім, соның ішіндегі туынды зат есім. Жалпы сіздер зат есім деген тақырыпты мектепте өттіңіздер. Енді зат есім дегені жалпы не? Зат есім ол заттың құбылысын атын білдіріп кімне деген сұраққа жауап беретін сөз табы. Зат есімнің жасалу жолдарына қарай ол үш топқа бөлінетінін біз білеміз. Туынды зат есім, күрделі зат есім және де негізгі зат есім болады. Соның ішінде туынды зат есімі қалай жасалады? Яғни түбір сөзге қосымша жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Бір-екі мысал келтіріп кететін болсам, ән, әнші, балық, балықшы деген мысалдар. Немесе кітапхана, өнерпаз деген мысалдар келтіріп кетуге болады. Енді екінші тақырыбымыз лексикалық, ол менің мамандығым деген. Жалпы мамандық дегеніміз не? Мектеп бітіргеннен кейінгі алдымызда, яғни сіздердің алдарыңызда тұрған үлкен бір қадамдардың мақсаттарының бірі ол дұрыс мамандық таңдау. Яғни мамандық дегеніміз латын тілінен алынған сөз, профессия, жалпы анықталған іс деген мағынаны білдіреді. Мамандық таңдау ол тағдырыңды таңдау деген мағынаны білдіреді. Сондықтан да мамандық таңдауда біз ешбір қателеспеуіміз қажет. Енді сіздерге почталарыңызға тапсырмалар жүктелген болатын. Соның ішінде осы мамандық және туынды зат есім деген екі тақырып біріктіріліп берілді. Оның ішінде бірінші менің мамандығым деген мәтін берілген. Сол мәтінді оқисыздар. Сол мәтін негізінде мамандыққа байланысты сөздерді теріп жазып, 5 сөзбен сөйлем құрастыруларыңыз қажет. Екінші тапсырма төмендегі жұрнақтардың көмегімен туынды зат есімдер жасаңыз. Яғни астында ш жұрнақтары берілген, төмендегі сөздерге ш жұрнақтарын жалғайсыздар. Мысалы, зерттеу, зерттеуші, жазу, жазушы деген сияқты. Келесі үшінші тапсырма жақшаларды ашып аударып оқыңыз. Яғни менің анам жақшаның ішінде учитель емес, учитель деген сөзді қазақ тіліне аударасыздар. Келесі берілген тапсырма мамандық сөзін тәуелдеу керек. Бесінші тапсырма сөз жұмбақ шешу. Яғни кроссворд шешеміз, сөз жұмбақты шешкен кезде мамандыққа байланысты ортақ сөз шығуы қажет. Алтыншы тапсырма келесі, бұнда мамандыққа байланысты сұрақтар берілген. Жалпы 6 сұраққа жазбаша түрде жауап бересіздер. Оны менің почтама кейінірек жазбаша түрде жібересіздер. Барлық жауаптарды 19 наурыз күні сағат түскі 1-2 уақыт аралығында күтемін. Жалпы өзімнің сөзімді Жүсіп Баласағұнның сөзімен қорытындылағым келіп отыр. Жүсіп Баласағұн былай деген екен: біле бер қанша білсең тағы тіле, жетерсің мұратына біле-біле.